Ассалаумағалейкум. Біз Шымкент қаласы Абай ауданы Нұршуақ шағын ауданының тұрғындары, қоғамдық кеңес бұлай ауыл биі осы аудан әкіміне ағамызға ұсыныс тастады, осындай наурызға қарсы осылай бірігіп өз тұрған мекенімізді, қаламызды бұлай таза ұстасақ деп. Ол кісілер де әкімшілік болып, әкім көкеміз өзі қарапайымдылықпен келіп, осы ауылды тазартып жатырмыз. Соған барлық жерде өз тұрған мекенімізді әрқандай осы облыс қалаларда таза ұстап, жаз жадыра дейді, жаз келе жатыр. Осы жерлерімізді тазалап, жастар болып, студенттер болып, ұйымдасып, ерікті болып, осы өз қаламызды, өз мекенімізді таза ұстасақ. Қоғамдық кеңестің мүшелері өздері біздерді шақырып, бізде бүгін оқушыларға сондай серпін беріп, автокөлікпен қамтамасыз етіп, және мынау көшелерді тазалап жуатын автокөлікпен қамтамасыз етіп жұмыста жүріп жатырмыз. Бұл қуанышты жағдай. Мұның бар келіп тұрған осы Нұршуақ ауданының, Мөлтек ауданының тұрғындарының өздері келіп, бүгін отырған жерлердің бәрін осындай күл-қоқыстан тазартып жатыр. Және ұсыныс түсіп жатыр осы көшелердің барлығына енді ағаш тал егу. Біз енді әкімшілік оны біз ұйымдастырамыз. Келешекте тұрғындардың барлығы жаз кезінде сол ағаштарды егіп, суғарып, күтіп баптап өздерінің мойындарына алып жатыр. Және бір қуантарлық жақсы жағдай, міне осындағы бауырларымыз өзінің кішкентай бүлдіршіндермен келіп осы жұмыстарды атқарып жатыр. Әрине бұның бәрі қуантатын жағдай. Біз енді Шымкент қаласын өзіміз көркетпесек, өзіміз көгалдандырмасақ, шеттен келіп бізге ешкім істеп бермейді. Әкімшіліктің бұған әрине күші де жетпейді. Қала үлкен, Абай ауданында 325 мың халық бар, 34 елді мекен бар. Тұрғындардың көмегіне сүйене отырып, осы жұмыстарды атқарып, өзіміздің қалқамызды көтереміз. Ар жақ қарап өзіміздің отан сүйгіштігімізді көрсетіп, осы ауданның өсіп өркендеуіне үлесімізді қосамыз деп жастар бізге осында үлкен ұсыныс тастап отыр. Үлкен рахмет жастар.